Баршаңызға сәлем. Бұл видеода дастарханның сәнін ашатын, оңай әрі тез дайындалатын, әрі қолжетімді ингредиенттерден тұратын салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Салатқа қажетті ингредиенттердің мөлшерін қалауыңызға қарай қоссаңыздар болады. Ал мен қажетті ингредиенттерді видеоның описание бөліміне қалдырамын. Қиярды ромбик пішінде сетіп тураймыз. Содан соң жұмыртқаны да турап салатқа қосамыз. Краб таяқшаларын қиғаштап турап салатқа қосамыз. Консервідегі жүгеріні салатқа қосамыз. Дәміне қарай тұз бен майонез қосып, салатымызды араластырамыз. Салатты араластырып болған соң ыдыстарға бөліп саламыз. Және ең соңында қытырлақ багет нандарын салаттың бетіне әшекейлеп саламыз. Қымбатты достар, жылдам әрі оңай дайындалатын бұл салатты сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға сәттілік тіледім.